Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен десей ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жол осы деп әділетті. Хакім Абай көптеген шығармасында адам бол деген этикалық принципті арқау етеді. Ұрпаққа ұсынар бағыты адамгершілік жолы. Абай тұлғасының асқақтығын сезіну үшін оның рухани әлемін тұтас қамтыған тұста ғана шалқар жан дүниесінің ұлылығына көзімізді шын жеткізе аламыз. Мұхтар Әуезовтің ол адамгершілікті, моральдық философияны барлық жайдан жоғары қойды деген пікірі ақын танымын терең танудан барып туған. Абай үшін ақындық мұрат емес, адамгершілік танымының құралы ғана. Ойпас тұлға туралы әркімнің өз түсінігі, өз абайы бар. Ол бүкіл әлем болмысын қамтиды. Бүкіл әлемнің сырын түсініп, құпиясына қанығу үшін оны көретін жүрек қажет. Абай туралы ой толғаудың ауырлығы осында. Абай дүниетанымындағы елеулі қайшылықтардың бір көрінісі оның дінге көзқарасында жатыр. Ақылмен, сыншыл оймен түп иесін тануға ұмтылған батыл әрекетінде кемеңгерлігін танытады. Бірақ әлеуметтік ортасы өзін қоршаған қоғамдық ой санадағы мешеулік ақынды бейімдеп өзіне тарта бергенін өзі ескертеді. Мәнді ұғымдардың бірі жан сыры жиі ұшырасатын көзқарастың сырына терең бойламайынша, оны Абай ұғынған дәрежеде танудың өзі қиын. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз жол емес. Ынталы жүрек шын көңіл, өзгесі хаққа қол емес. Дүниенің барша қуаты өнерге салар бар күшін. Жүректің ақыл суаты, махаббат қылса Тәңір үшін.